Мен негізінде бір түрлімін. Менің денім сау емес шығар. Мен вообще дұрыс емес жерде өмірге келген сияқтымын осы әлемге. Мен нестандартный ойланамын деген адамдар болса, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Мен дәл сондай адам болғанмын. И қазір де сондаймын да. Мен елдің бәрі жүріп жатқан ағыммен жүрген жоқпын. Елдің бәрі сияқты өмір сүрген жоқпын. Басыма түскен қиыншылыққа, ауыртпашылыққа, менің тағдырым осындай екен, мен осыған көнуім керек деп көнген жоқпын да. Аллахтың қалауымен көнген жоқпын. Солай өмір сүрген жоқпын, білмеймін. Мен үнемі бір нәрсе істеуім керек, мен бұлай өмір сүре алмаймын, менде бәрі жақсы болады деп ойлайтынмын, біріншіден. Содан кейін екіншіден, мен ақша шығарып, бір жерге барып, базардан точка алып, сол жерге бірінші ақша шығарып да, сондай нәрсені алып, сөйтіп істеген адам емеспін да. Мен ақша шығармай ақша табудың жолдарын, возможно, көп ақша құртпай, көп ақша табуды, сондай варианттарды ойластырып, қарастырып жүретінмін да, постоянно. Мысалы, мен базарға барып, точка алып, арендаға, ол жерде отырып, аренда төлеп, сауда істеген жоқпын. Товарды әкеліп, қарғосқа барып, товарды әкеліп, мектептерге, садиктерге, больницаларға қарызға тарататынмын. Одан кейін шаштаразды үйленіп алып, бір жерге барып шаштаразға арендаға точка алмай, үйімнің ішінде шаш қысқартып істеп, тағы да ауылдық жерде тұрдық қой. Мектепке барып, суббота күні бір күнді белгілеп, пятница или суббота күнді белгілеп, мектепте бір кабинетті сұрап алып, айнамды кәдімгідей көтеріп апарып, сол жерге инструменттермен мұғалімдердің шашын қысқартып, айлық берген кезде қарыздан жинап алатынмын да. Сондай нәрселер істейтінмін. Одан кейін тағы да бір мысал, күйеуің жоқ, мал ұстама деп інілерім қанша айтса да, жоқты, мен мал ұстаймын деп, мал ұстап келе жатырмын әлі күнге шейін. Сөйтіп ұстайтын адаммын. Әкем көмектеседі да. Жағдайымды жақсартып жатырмын. Жағдайым жақсы қазір, Құдайға шүкір да. Солай ағыммен өмір сүрген жоқпын. Или болмасам бір ер азаматқа тұрмысқа шығуға вариант болды. Тұрмысқа шығып отырып, бүкіл қиыншылықты сол ер азаматқа беріп, өзім үй жағдайында отыратын әйел болуға да мүмкіндік болды да. Сөйтіп те отырамадым да. Жоқ деп отырамаймын мен олай, мен басқаша өмір сүрім керек деп та. Сонда мен ойланғаным, психологқа барым керек шығар деп ойладым. Мен денім сау емес шығар, менде бір минус бар сияқты деп, неге мен бұндаймын деп. Бірақ сол кезде мен білген сияқтымын. Мида шектеу жоқ екен, өзіміз қоятынымызды да. Оқымасам да, еш нәрсені білмесем де, ұқпасам да, кейін оқу келе осыған ғылыми дәлелденген екеніне көзім жетті ғой, бірақ оған дейін солай өзім істедім. Армандар орындалатынын білдім.